Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы мамандықтың бәрі жақсы деп аталады. Грамматикалық тақырыбы біріккен сөздер, қос сөздер, бөлшектік сан есімдер. Құрметті тыңдаушылар, сабағымыздың басында айтып өттім, тағы да қайталап айтамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мамандықтың бәрі жақсы. Қажеттісін таңдай біл дегім келеді. Мамандық сөзі бұл профессия, Мамандық сөзі латын тілінен алынған екен. Латын тілінен аударғанда іс және мамандық дегенді білдіреді. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Мамандықты таңдау адам өмірінің кірпішін дұрыс қалау болып табылады. Ең қиын мамандық бұл адам болып қалу екен. Мамандықтың түрлері көп. Мысалы, дәрігер, мұғалім, дәнекерлеуші, балқытушы, ұшқыш, құрылысшы, шаштараз, наубайханашы, жүргізуші, аспаз, әнші, биші, журналист, тағы басқа мамандықтар. Мамандықтың жаманы жоқ, тек оны дұрыс таңдай білу керек. Қалаған мамандықтың иесі болу үшін еңбек сүйгіштік пен білімділік қажет. Мамандық үлкен өнер мен зор шығармашылықты талап етеді екен. Мысалы, шаштараз мамандығы. Бұл мамандықтың иелері шашты қиып және сәнін келтіріп береді. Дәрігер ақ халатты абзал жан, адам жанының арашашысы. Мұғалім әріп үйретіп білім нәрімен сусындататын абзал жан. Аспазшы дәмді тамақтарды пісіреді екен. Жүргізуші баратын жеріңе тез жеткізіп салатын қамқор жан екен. Ал наубайханашы дәмі тіл үйіретін нандарды бізге пісіріп береді екен. Құрылысшы зәулім ғимараттар мен қабат-қабат үйлерді салып, көшеміздің сәнін келтіреді. Міне, құрметті тыңдаушылар, әрбір мамандық иелерінің өзіндік ерекшеліктер мен өзіне тиесілі жұмыстары және шеберліктері болады екен. Мамандықтың жаманы жоқ, тек оны дұрыс таңдай білуіміз керек. Қалаған мамандықтың иесі болу үшін білім мен еңбекке деген сүйіспеншілік аса қажет. Мамандық алғың келе ме? Мамандық өзі немене? Айналаң толған мамандық, айналаң толған өнеге. Ал енді, құрметті тыңдаушылар, біз кейбір сәттерде мамандық таңдауда қиындықтар мен қателіктерге жол беріп жатады екенбіз. Бірінші, бірден жоғары біліктілікті мамандыққа бағыт-бағдар беру. Біз енді бірден жоғары біліктілікті мамандыққа істеп кеткен жағдайда, кейбір жағдайда қиналып, сол мамандықты игеріп алып кете алмайтын кездеріміз болады екен. Екінші, достарынан қалмау үшін мамандық таңдау. Мысалы, біздің араласып жүрген достарымыздың біреуі үлкен қызметте жүрсе, сол мамандық бізге келе ма, келмей ма, оған қарап жатпастан, кейде таңдап алып, оны да алып кете алмай жатқан кездер болады екен. Үшінші, мамандыққа бағыт-бағдар берушіге алып кету. Әрине, бәріміз мамандық таңдаған кезде ең бірінші отбасымызбен, ата-анамызбен және айналадағы адамдармен ақылдасады екенбіз. Егер де айналадағы бір адамымыздың ықпалы күшті болып, сол мамандықты жақсы бізге мақтап айтатын болса, өзімізге ұнамаса да, кейде сол мамандыққа алып кететін кездер болады екен. Мектептегі пәннің мамандыққа сәйкес келмеуі. Кейбір сәттерде мамандыққа мектептегі пәнімізде сәйкес келмей қалатын кездер болады екен. Өзінің қабілетін, жеке қасиетін анықтай алмау, кемшіліктерін білу дейді. Біз әрбір мамандықты таңдаған кезде сол мамандыққа өзіміздің қабілетіміз бен қасиетіміз сәйкес келе ме, сол мамандықпен ұштаса ма, соны анықтап алған жағдайда ғана сол мамандықтың нағыз маманы болады екенбіз. Сондықтан, қымбатты мамандар, қымбатты тыңдаушылар, біз осындай қателіктерге жол бермеуіміз керек екен. Ал енді, қымбатты тыңдаушылар, алдыларыңыздағы ақпаратқа алақандарыңызды жайып, өзіміздің бүгінгі істеп жүрген мамандыққа қаншалықты сай келетіндігімізді анықтап алайық. Қол, мидың жалғасы жаттығуын орындаймыз. Сан алуан мамандық бар, ал біздің табиғи бейімділігімізге үңіліп көрейік. Саусақтарымызды кеңірек ашып, ақ параққа алақанымызды түсірейік. Бас бармақ пен шынашақтың ортасын 10 нүктесімен белгілеп, әрбір саусаққа түзу сызық жүргіземіз. 10 нүктесімен білезіктің
оң жақ және сол жақтарында қамтимыз. Осы жүргізілген сызба бөліктерін сызғышпен өлшеп шығарыңыз. Қанекей, бәріміз орындап болсақ, онда осы жаттығу бойынша қорытындыға назар аударайық. Қорытынды. Егер сіздің алақан сызығыңызда бас бармақ пен о нүктесі арасында сызба бөлігі ұзын болса, сіз басқарушысыз. О нүктесі мен сұқ саусақ нүктесінің арасындағы сызық басқаларынан ұзын болса, сіздің қорғаушы әскери қабілетіңіз мол дейді. Сіздердің енді сызбаларыңыз осыған сәйкес келді деген үміттемін. Ортан қол сызығы ұзынырақ болса, сіз дін адамы, саясаткер болуға бейімсіз. Аты жоқ саусақ сызығы үлкенірек болса, сіздің өнерге бейіміңіз мол. Суретші, музыкант, архитектор, дизайнер болуға қабілеттісіз. Шынашақ сызығы үлкенірек болса, сізде дәрігерлік, шипагерлік бар деген сөз. Сіз дәрігерлік, шипагерлікке бейімсіз. Біз неге бейім екенімізді анықтап алдық, құрметті тыңдаушылар. Ал енді бүгінгі өтіп отырған тақырыбымыз бойынша тапсырма орындайық. 9-шы тапсырма. Мәтіндегі етістіктерді қажетті түрге қойып оқыңыз дейді. Қазір мен бірінші оқып шығамын, содан сіздер қайталайсыздар. Етістікті дұрыс және бұрыс қойылған етістіктер бар мұны, соны дұрыстап қойып оқимыз, еңбекқор адам. Сіз күніне қанша сағат жұмыс істейсіз? Кешке жұмыс уақыты біткеннен кейін үйімде бітіремін деп қалған жұмысты үйіңізге алып кетесіз бе? Демек, сізді нағыз еңбекқор адам деп айтуға болады. Мұндай адамдар тәулігіне 12 сағат жұмыс істейді. Етістігіміз дұрыс қойылған екен. Соның арқасында отбасының қал-жағдайы жақсы, табысы жоғары. Табысы жоғары деп айтсақ болады, бірақ табысы жоғары болады деген етістікті қояды екенбіз. Бәрі жап-жақсы, көңілдегідей көрінді. Көңілдегідей көрінеді деген етістік қоямыз. Бірақ олар отбасына көңіл бөлуді артық санайды. Етістігіміз дұрыс қойылған. Бала шағасы болғанына қарамастан күндіз-түні жұмыс істейді. Мұндай адамдар артық жұмыс сағаты үшін қосымша жалақы да сұрамайды. Еңбек келісім шартындағы белгіленген жұмыс сағатын ұмытып, жан тәнімен жұмыс істейді. Демалыс күндері олар өздерімен өздері үйде отырып, теледидар алтын бермейді деген етістік дұрыс қойылған екен. Ал егер жұмысқа шақырса, қуана-қуана барады. Бұл жерде де етістігіміз дұрыс. Ол өз ұжымынан бөлек болғысы келеді. Бұл жерде біз бөлек болғысы келмейді деген етістікті қоямыз. Себебі бұл жердегі адамымыз өзінің қызметін өте жақсы көреді екен. Ұжыммен көп уақыт өткізуге тырысады деп қояды екенбіз, етістікті. Мұндай жұмысбастылықты өз қызметіне тәуелділікті нашақорлықпен салыстыруға болады. Салыстыруды болады деп айтпаймыз. Бұл ауру бір түрі дейді. Бұл аурудың бір түрі деп оқимыз. Ал ауру емдеуді қажет етті демейміз. Бұл ауру емдеуді қажет етеді деп оқимыз. Етістігіміз етеді. Сондықтан ондай еңбекқор адамдарға ең бірінші отбасы көмектесуі қажет. Етістік дұрыс қойылған. Егер ол отағасы болса, оны бұл аурудан емдеуге ынтаңызбен кіріскеніңіз дұрыс. Өздеріңіз байқап отырсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Еңбекқорлық әрине жақсы қасиет, бірақ та шектен шыққан еңбекқорлық бұл адам өміріне кері әсер етеді екен. Егер де ол ер адам болса, тіпті қиындау болады. Сондықтан әр нәрсенің шегі бар, еңбекқорлықтың да өзінің шегі болу керек екен. Ал енді осы тапсырмаға байланысты төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, сіз күніне қанша сағат жұмыс істейсіз? Менің жауабым, мен күніне 8 сағат жұмыс істеймін. Екінші, жұмыстан уақытында қайтасыз ба? Менің жауабым, әрине, мен уақытысында қайтуға тырысамын. Үшінші, жұмыста сағат кешкі 18:00-ден кейін жиі қаласыз ба? Менің жауабым, қажеттілік туындаған жағдайда қалатын кездерім болады. Төртінші сұрақ, жұмыста өзіңіз қаласыз ба, әлде бастықтың айтуымен қаласыз ба? Менің жауабым, жұмыста өзім қалатын сәттерде, кей кезде бастықтың да айтуымен қалатын сәттер кездеседі. Бесінші сұрақ, үйіңізге қайтуға асығасыз ба? Әрине, біз жұмыстан кейін үйімізге қайтуға асығамыз. Себебі отбасымыз бізді күтіп отыр. Алтыншы, отбасыңызбен жиі уақыт өткізесіз бе? Менің жауабым,
Әрине, отбасыммен жиі уақыт өткізуге тырысамын. Өйткені біздің өміріміздің бір бөлшегі отбасымыз ғой. 7-ші сұрақ. Әріптестермен бірге болған оңай ма? Менің жауабым. Әрине, біздің жаңағы ұжымымыз екінші отбасымыз болғандықтан, әріптестермен де бірге болған маған ұнайды. 8-ші. Сіз тәулігіне қанша сағат жұмыс істейсіз дейді. Менің жауабым. Мен еңбек келісім шартында көрсетілгендей, тәулігіне 8 сағат жұмыс істеймін. Ал енді, құрметті тыңдаушылар, біз кішкене сергіп алайық, психологиялық сәт. Өздеріңіз көріп отырғандай, геометриялық пішіндер бейнеленген. Әркім өзіне ұнаған геометриялық пішінді таңдау керек. Мысалы, шеңбер, төртбұрыш, үшбұрыш. Осы пішіндерді таңдау арқылы біз өзіміздің кім екенімізді анықтап аламыз. Мысалы, мен өзім үшбұрышты таңдадым. Ал енді осы шеңберлердің қорытындысы не дер екен? Қанекей, назар аударып көрейік. Шеңберді таңдағандар. Сіздерде адамгершілік жоғары дамыған. Өз әріптестеріңізді тыңдай аласыз, және оның қайғысы мен қуанышын бірге бөлісесіздер. Басқаның ауыртпалығына жәрдемдесу қабілеті жоғары қалыптасқан. Сізге жеке адамдар арасында кикілжіңдер тән емес. Өзіңді олардан аулақ ұстайсыз. Сіздерден үздік психологтар шығуы мүмкін дейді. Қымбатты шеңберді таңдаған тыңдаушылар, сіздерді құттықтаймын. Өте тамаша айтылған сіздер туралы. Келесі төртбұрышты таңдағандар. Сіздерде төзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлық дамыған. Өз айналаңызға адамдарды жинап, ұйымдастыру, реттеу және жүйелеу қабілеттері баршылық. Сіздерден үздік администраторлар шығады. Құрметті төртбұрышты таңдаған тыңдаушылар, сіздерді де құттықтаймын. Шыдамдылық пен төзімділік бұл үлкен қасиет екен. Үшбұрышты таңдағандар. Сіздерге басқарушылық қасиеттен. Өзіңіздің көздеген мақсатыңызға қол жеткізуге барлық мүмкіншілігіңізді пайдаланасыз. Өзіңізге сенімдісіз және жеңіске, жетістіктерге, ұтыстарға оңай қол жеткізесіз. Айтқаныңыздан шықпайсыз, абыройлысыз. Сіз қоғамда, өмірде жоғары жетістіктерге қол жеткізесіз. Жұмысыңызда жоғары көтерілуге бейімділігіңіз бар. Құттықтаймын сіздерді де, құрметті үшбұрышты таңдаған тыңдаушылар. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі сабағымызды 3 топқа бөліну арқылы сұрақ жауаппен қорытындылағым келеді. Бірінші топқа берілетін сұрақ: адам өз мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алу керек? Екінші сұрақ: болашақ мамандығыңыз жайлы кіммен ақылдастыңыз? Екінші топтың сұрақтары: бірінші, жоғары оқу орнына түсу үшін өз біліміңізге сендіңіз бе? Екінші, адамның мамандық таңдауы оның әлеуметтік жағдайына әсер етеді ме? Үшінші топтың сұрақтары: бірінші, сіздің осы мамандықты таңдауыңызға кім әсер етті? Екінші, нарық заманына сәйкес жаңа мамандық түрлеріне қандай мамандықты жатқызар едіңіздер? Құрметті тыңдаушылар, осы сұрақтарға жауаптарыңызды дәптерлеріңізге жазыңыздар. Жазып болсақ, құрметті тыңдаушылар, бүгінгі сабағымызды ұлы ойшыл философ Әл-Фараби атамыздың ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз, даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз деп аяқтағым келеді. Сабағымыздың басында айтып өткенімдей, ең қиын мамандық бұл адам болып қалу екен. Ендеше қандай маман иесі болсақ та, адамгершілік қасиетімізден алшақтамайық дегім келеді. Зейін қойып, бүгінгі сабағыма қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғыс білдіремін. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Рахмет сіздерге.